дүниеде еш нәрсе менсіз. Тәуекел етпей жетпей мұның әлемде өзіңді білуге ерінбей, жалықпай үйрену керек, ол менің ісім. Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей, жалықпай орнына келтірмек те менің ісім. Орынсыз, болымсыз, неліктен нәрсеге үйір қылмай, бойды таза сақтай мұның. Күнәкарліктен көрсе қыздар жеңіл біткен, адасқан жолға бара жатқан, бойды қайта жиғызып ала тұғырның. Мен емес па, олар екеуі маған қалай таласады? Ақыл айтты, не дүниеге, не ақиретке, не пайдалы болса, не залалы болса, біле тұғын мен. Сенің сөзіңді ұғатын мен. Менсіз пайданы іздей алмайды екен, заладан қаша алмайды екен. Осы екеуі маған қалай таласады? Менсіз өздерің неге жарайды? Жүрек айтыпты, мен адам денесі патшасын қан менен тіреді, жан менде мекен етеді. Менсіз тіршілік жоқ, мен таза болсам адам баласын алмаймын. Жақсылыққа ержен ереу тұғынмен, жаманшылықтан жиреніп тулап кететұғынмен, әділет, нысап, ұят, рахым, мейірбаншылық дейтұғынмен, нәрселердің барлығы менен шығады. Менсіз олардың күні не? Осы екеуі маған қалай таласады? Тыңдап болған ғылым айтыпты, ей жүрек, сенің айтқанның бәрі рас, бұл айтқандарынан да басқа өнерлердің бәрі рас. Кейде пайдаң да мол, кейде залалың да мол, кейде жақсылықты берік ұстасаң, кейде жамандықты берік ұстап кетесің. Соның жаман, ей ақыл, сенің айтқаныңның бәрі рас, еш нәрсе табылмайтұғыны да рас. Жаратқан Тәңіріңде сені танытасың, осы жаралған екі дүние жайында да сен білесің. Бірақ амал да, айла да бәрі сенен шығады. Осы үшеуің басын қосып менің ісім депті. Сонда әмірші, билеуші жүрек болса, қайрат сенің қырың ол көп жүреді. Жүрек сенің қырың ол көп жүрмейді. Қайрат сенің қаруың көп, күшің мол, сенің де еркіңді жібермейді. Орныңды аятпай, босатпайды, қолыңды жерге босатпайды. Осы үшеуін басын қос, жүрекке билет. Егер үшеуін ала болсаңдар, мен жүректі жақтадым. Сонда құдайшылық әрдайым қалпына қарайды. Құдай тағала әрдайым қалпына қарайды.